Абдулланың үйленуі және өлімі. Арадан жылжып жылдар өтті. Абдулла көркем мінезімен жүріс-тұрысына сымбатты сай жігіт болды. Оған ынтық бойжеткендер де көбейе түсті. Жас жігіт мұны сезсе де білмеген сыңай танытып бақты. Баласының аяқтанар шақ жеткенін байқаған әке ұлына жар боларлық бойжеткенді қарастыра бастайды. Әбділмүтәліптің өмірлік тәжірибесі бұл істеде дұрыс таңдау жасауына себеп болды. Бәни Зухра тайпасының ақсақалы Вахб ибн Әбдіманаптың қызы Әминаны баласына лайық деп білген ол айттыра барады. Вахб Әбділмүтәліптің бұл өтінішін қуана қарсы алады. Амандық саулықтан соң Вахб: «Уа бауырым, біз бұл ұсынысты сен келместен бұрын естідік. Әминаның анасы өткенде бір түс көріп, үйімізге бір нұрлы сәуленің енгенін, айналаның жап-жарық болып кеткенін көріпті. Менің де бүгін түсімде бабамыз Ибрахим пайғамбар еніпті. Маған Әбділмүтәліптің ұлы Абдулла мен қызың Әминаның некесін мен қидым. Сен де қабыл еткейсің» деді. Вахбтың қызы Әмина ибалыда инабатты, әрі шежіресі жөнінен де Құрайш қыздар арасында жоғары тұратын. Қай жағынан да Абдуллаға лайық еді. Жасы 14-тегі Әминаның нағыз толған айдай толысып тұрған шақ еді. Абдулла болса 24-тегі қылшылдаған жігіт. Тойдың болғаннан боладысы қызық демекші, апыр-топыр екі жастың үйлену тойы өткізіліп, болашақта барша болмыстың сұлтаны болатын Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келетін шаңырақ құрылады. Үйленгеннен кейін арада бірнеше апта өткенде мынадай қызық жағдай шықты. Абдулланың жүзіндегі нұр Әминаның маңдайында жарқырады. Мұны көптің көзінен таса ету де мүмкін емес еді. Әмина дүниенің болашақ сұлтанына аяғы ауыр еді. Үйленгеніне бір ай толғанда Абдулла бір саудагер керуеніне қосылып, Сирияға жол тартады. Бұл оның соңғы сапары еді. Араға айлар салып, керуен елге оралғанда араларында Абдулла жоқ болатын. Тек оның қайтар жолда Мәдинеде қатты сырқаттанып, жолға жарамайтын болған соң нағашыларының жанында қалғаны жайында суыт хабар жетеді. Мұны ести сала, Әбділмүтәліп ұлы Харисті Мәдинеға жолдайды. Алайда өзгермес тағдыр тағы да өз дегенін істейді. Ағасы келгенге дейін Абдулла о дүниелік болады. Бақытты әкеге дүние сұлтаны боларлық ұлының нұр жүзін бір иіскеу де бұйырмайды. Абдулланың денесі Мәдинадағы Ади ибн Нәджар ұлдарының бірі Нәбиға үйінің ауласына жерленеді. Харис суық хабарды Меккеге жеткізеді. Мекке қайғы жамылып аза тұтады. Жас кәрі деместен өз қалауын жүзеге асыратын аяусыз ажал Абдулланың отбасына да ауыр соққы боп тиеді. Бүкіл меккеліктер аяулы ұлдарын жоқтап көз жастарын көл қылады. Кенеттен болған қайғылы қаза әсіресе жас келін Әминаның қабырғасын қайыстырады. Күйеуін жоқтап, ботадай боздаған Әминаның ащы даусын естіген пенденің сай сүйегі сырқырамауы мүмкін емес еді. Ажал құрық салды да мені тастап сен кеттің, кебін киіп кетіпсің, оны қайдан білейін. Көз жасымды селдеттім, бүкіл елің ішінде, теңгелер пенде жоқ саған, мейірім дедің, кең едің, сымбат дедің, ер едің, дос жараның құрметтеп, аза тұтып қайғыма ортақтасып жатқан мен, керегі маған сен едің. Әмина осылайша зар еңіреп, жан-жарын жоқтап қалған тұста, құрсағындағы сәбиінің дүниеге келуіне 2 айдай ғана уақыт қалған. Абдулла үйленгелі аз ғана уақыт өткен. Сол себепті анау айтқандай мал мүлкі де жоқ. Кенеттен дүниеден озған, оның соңында қалдырғаны Үмме Айман есімді күңі, 5 түйе, бірнеше қой, бір қылыш пен аз ғана күміс ақша. Ең маңызды мұрасы Алланың нәсібімен 2 дүниенің нұры болған қайырлы ұрпақ қалдырды. Міне, нұрымен бар ғаламға жарық шашатын, адамзаттың құтқарушысы атанатын Әзіреті Мұхаммедтен Аллахтың оған игілігі мен сәлемі болсын артық мирас